Ардақты көрермен армысыз. Әне-міне дегенше Қазақстан Премьер-лигасының екінші турды өте шықты. Осы чемпионат қашан басталады? Грекиямен қашан жақындар екен деп жанымызды шүберекке түйіп жүрдік. Әне-міне дегенше шынында да туған ай тураған етпен тең деп наурызды орталап қалған сияқтымыз. Екінші тур аса бір сенсациялық жаңалық әкелген жоқ, бірақ командалардың жүрісі түзелгені де, жүрісінен жаңылған да бар. Ендеше осыған өзімізше ой сарабын жүргізіп көрейік. Бастаймыз. Бұл турда Ақтөбе командасының қатыспайтыны белгілі болды. Ой, Ақтөбе бір ай ойнамайтын болды деп біраз желеуреттік, яғни сөзге мысал еттік, бірақ Ақтөбе қосымша қаржы, қосымша бір демеушілер арқылы қосымша табыс тауып, табыс дегенде қосымша ақша тауып, Түркияға 3-ші оқу-жаттығу жиынына аттанатыны белгілі болды. Демек, бұл командада тәжірибесіз қалмайды деген сөз. Және ол жақта жолдастық кездесулер өткізуге де келісіп қалған сияқты. Сондықтан бір ай Ақтөбе жаман өткізбейді деп есептейміз. Және ол команданың құрамында ұлттық құрамаға кандидат ойыншылар 8 наурызда, яғни әйелдер мерекесінде ұлттық құрамаға қосылады. Ал басқа командалар қалай ойнады? Жетісу, Астана кездесуімен басталды. Бұл Жетісудың өзінің Талдықорғандағы алаңы әлде дайын болмағандықтан Алматы қаласындағы Жасқыран стадионында өтті. Сәл күн суықтау болғанына қарамастан стадионға адам тәп-тәуір жиналды. Өзіміз де барып көрдік, құрметті көрермен. Бұл жерде енді Астананың кейін бас бапкері Григорий Бабаян айтып өткендей, алаңның сапасы сын көтермейді дегенге келтірді. Яғни Астана бір техникаға сүйенген футбол ойнауға тырысады, бірақ жалпы дегені бола қойған жоқ сияқты. Оның үстіне осы жолы шабуылдың өтіне Карлитосты, яғни жақында ғана Испаниядан шақырылған шабуылшыны қойып көрді Бабаян, және кейін баспасөз мәслихатында өзі мойындағандай, бұл Карлитос жалпы алаңға шығуға дайын емес еді. Бірақ біз оның не нәрсеге қабілетті екенін, не нәрсе қолынан келетінін білу үшін алаңға шығардық деді. Және осы Карлитостың шығуы белгілі бір дәрежеде Астананың жеңіске жетуіне алғышарт болған сияқты. Неге? Өйткені таза шабуылшы болған жоқ Карлитос. Ол кәдімгі ұрын тоғыздық сияқты, жасырын тоғыздық сияқты. Біресе алаңның ана тұсынан бір көрініс беріп, біресе мына тұсынан көрініс беріп, Томасовтың орталық шабуылшы айналып кетуіне, Елхан Астановтың орталық шабуылшы ретінде ойнауына бір жол ашып беріп отырды да. Жалпы мүлтіксіз 1,5 тайм бойы мүлтіксіз ойнаған Жетісудың қорғанысын айтарлықтай шаршатты. Жетісу, өздеріңіз білесіздер, бірінші турда Ақсу командасымен ойнауға тиіс еді, бірақ Ақсудың чемпионаттан ысырылып қалуына, өз еркімен ысырылып қалуына орай Жетісу Алматыда Акас дейтін екінші лиганың командасымен жолдастық кездесу өткізді. Жалпы команданың құрамында белгілі ойыншылар жетерлік екен. Енді жалпы біз трансфер-маркет сайтын қарап отырдық, Жетісудің өзінің ресми сайтын қарап отырдық. Жалпы қай ойыншылардың тіркелгені соңғы чемпионат басталғанша 1-2 күнге дейін белгісіз болды. Ал қазір іс жүзінде қарасақ, өте жақсы ойыншылар бар екеніне көзіміз жетіп отыр. Сержан Мұжықов, осы Жетісу футболының түлегі, өзінің командасына оралған. Арсен Сиюкаев былтырғы Ақсу командасының негізгі қақпашысы болып соңғы ойындарда ойнаған Арсен Сиюкаев, сондай-ақ өз тәрбиеленушілері Рауан Орынбасар, Асхат Балтабеков, сондай-ақ Ақтөбе командасынан Ескендір Қыбырай шақырылған, және Мейрамбек Қалмырза осы соңғы сәтке дейін Астана командасының құрамында тіркеліп тұрып, осы Жетісуға ауысқан Мейрамбек Қалмырза Астанаға қарсы өте жақсы ойнады. Орталық үш қорғаушының бірі болып, сол жағындағы қорғаушының бірі болып ойнады, және тәуір ойнады, менің ойымша өте жақсы ойнады. Сондықтан Жетісу жалпы маусым барысында Қайрат Нұрдәулеттің жетекшілігімен аса бір осал команда болмайтын сияқты көрініп тұр. Яғни ұпай таратып бере салатын команда болмайтыны көрініп тұр. Әсіресе маған орталық алаңда артқы жартылай қорғаушы ретінде ойнаған мынау біздің Ордабасыда бастап кейін Мақтааралда жалғастырған Виктор Брага есімді бразилиялық жартылай қорғаушы қатты ұнады. Кәдімгі тізеге тізесі тисе күйретіп жүретіндей, ешқашан аяғын тартпайтын ойыншы екен. Тіпті осы Антон Шрамченко гол соққан сәтте сол Виктор Браганың тамаша пасымен Шрамченко қақпашымен бет-бет шығып кеткен еді. Бірақ Алекса Амановичтен доп тартып алған Сержан Мұжықовтың қолына доптың тигені белгілі болды, сөйтіп доп саналмай қалды. Егер шынында да Жетісудың осы добы, осы гол саналатын болса, ойынның тағдыры мүлде басқаша болатын еді. Ары қарай кішкене шаршаңқырап қалған Жетісуды Астана жазалады. Яғни бұған дейін ай-бұлаңның ішіне неше рет кіріп, соққы дұрыстап бағыттай алмай жатып, соққы бағыттағанның өзінде жақын бұрыштан бір емес 2 рет Арсен Сүйкаев алып шығып жатса, артынша біздің ұлттық құраманың ойыншысы Ян Вараговский сол аяғымен керемет соққы жасады, жақын бұрыштан есеп ашты. Бұл тұста енді
айта кету керек, жалпы бұндай тәуекелге бармаса Астананың жеңіске жетуі неғайбыл еді. Өз басыма Янның бабы ұнапты. Яғни ұлттық құраманың аса жауапты кездесуі қарсаңында Янның осындай бабында болғаны ұнайды. Ал Ескендір Қыбырай жаңа айтып өткенімізде Ақтөбеден ауысты, бірақ ойын барысында бұл ойыншыны бас төреші Григорий Московченко тіпті алаңнан қуып жүретінде ыңғайы болды. Өйткені тым дөрекі ойнады. Ойынның 90-шы минут аяқталар тұста осы Ескендір Қыбырай ойын тәртібін бұзды. Енді былай жазатайым жағдай сияқты көрінгенмен қарсыластың ойынын жапырып өтті, ойыншысын жапырып өтті. Бұл жерде бір нәрсені айтып өткім келеді. Рамазан Кәрімов тұр, сосын Елхан Астам тұр. Екеуі пенальтиде кім соғатынын кәдімгідей ұзақ талқылап қалды. Рамазанның соққысы келді, өйткені өзінің сүйікті, өзінің туған командасын ұрғаннан кейін гол соққан әрине жақсы, бірақ Елхан кәдімгі қиылып тұрып сұрап алған сияқты көрінді. Кейін Григорий Бабаян бұл жерде жігіттердің өздері келсе деп шешті. Бірақ Елхан мүлтіксіз орындады, сөйтіп екі ойында екі доп соққан, қатарынан екі ойында екі доп соққан, әзірше жалғыз ойыншы болып тұр. Тіпті Бабаян осы Елханның енді ғана Астананың жалпы ойынына толықтай кіріккенін, тіпті маусым соңында бас мерген болуы мүмкін екенін атап өтті. Бұл да бір жақсы аванс ретінде қабылдадық. Яғни Астана өзінің екі кездесуінде 2-0 есебімен жеңді, фавориттердің бір екенін дәлелдеп үлгерді. Құрметті көрермен, біздің серіктесіміз Париматч компаниясы. Париматчқа зор алғыс айтамыз. Төменде көрсетілген сілтеме арқылы өтіп, Париматчтан бонус алсаңыздар да болады. Париматч, ойын түзгені сенің қолыңда. Одан кейін Қайсар Қызылжар кездесу. Жалпы мен осы турдағы 6 ойынның 5-еуін тамашаладым. Оның біреуін алаңға барып көрдім, Жетісу мен Астананың, қалған 4-еуін теледидардан тамашаладым. Осы Қайсар Қызылжар кездесуінде Қайсар өздеріңіз білесіздер, бірінші турда Ақтөбеге 1-3 есебімен есе жіберді және жалғыз қарымта голды ойынның соңғы минутында соқты. Ал бұл ойында жалпы екі команда өте тең қырқысып жатқан еді. Евгений Березкин есеп ашып кетті. Одан кейін Думан Нәрзілдаев күтпеген жерден алаңнан қолды. Күтпеген дегенде осы Қызылорда футболының ардагері қарсыласының аяғына барып тікелей дөрекі жасап, кәдімгі аяғын сырып өткенін көріп отырмыз. Және төреші қызыл қағаз көрсеткен сәтте Думан ешқандай да дауласқан жоқ. Яғни өзінің артық кеткенін білді. Жалпы осы турда екі ойыншы алаңнан қуылды. Жалпы 6 ойында. Екеуі де дауласқан жоқ. Яғни өте дөрекі ойнады. Ал осы орталық алаңдағы негізгі ұстын ойыншы кеткеннен кейін қызылордалықтардың ойыны былай іріп жүре берді десек болады. Ары қарай Борис Смелянич, Евгений Березкин тағы 2 гол соқты. Қызылжар бірінші турда қайратқа қарай қарсы қандай жақсы ойнаса, екінші турда осы ойынның бекер емес екенін 3 қарымтасыз жауапсыз голмен дәлелдеп отыр. Демек, Әли Әлиевтің командасы алдағы уақытта талай мықтылардың кәдімгі жүйкесіне тиіп, жүйкесіне ши жүгіртіп, мықты ұжымға айналатын сияқты. Команданың әр тұсында, әр шебінде бір жақсы ойыншылар барын көріп отырмыз. Тіпті Ұлар Жақсыбаев Ақсудан соңғы сәтте ауысса да командаға керек ойыншы екенін дәлелдей алып жатқан сияқты. Яғни бұрынғы көшбасшылар кеткенмен оның орнын толықтырған ойыншылар жалпы жақсы болатын сияқты. Ал Қайсар енді 3-ші турда бұл команда демалады. Демек, бір айдай демалады бұл да Ақтөбе сияқты. Одан кейін енді шынында да Кумуков команданың ойыны реттемесе болмайды. Талантты ойыншылар бар, бірақ бірте-бірте шынында қыза кірісетін шығар. Сондықтан Қайсардың қайбір жылдары алғашқы 3 турда, алғашқы 4 турда жеңіліп барып еңсе түсіргенін білеміз. Мүмкін қызылордалықтар сол әдетін қайталай жататын шығар. Атырау Ордабасы кездесуі 1-1 есебімен тең аяқталды. Атырау соңғы минуттарда өз алаңында гол соғып кетті. Бұл жерде Олжас Керімжановтың өз қақпасына екінші таймның басында гол соғып алғанын көрдіңіздер. 66 минут шамасы. Бұл жерде Златан Шеховичтің сол қапталдан асырған добы Керімжановтың тізесіне тиіп кіріп кетті. Олжастың енді 2021 жыл Тұранның сапында жүргенде өз қақпасына тобымен ойында гол соғып алғанын бір айтып өтсек дұрыс. Демек, мұндай жағдайда кішкене Олжастың да қате жіберетін сәттері бар. Бірақ бұдан кейін Атырау командасы еңсе түсірген жоқ. Осы Жуковскийдің шәкірттері өте жақсы ойнады. Кәдімгідей тықсырып Ордабасыда шабуылға шабуылмен жауап беруге тырысты. Ал соңғы минуттарда Тараз футболының түлегі өткен маусымда Атыраудың сапында 3 ойын өткізген. Енді қазір негізгі құрамның есігін қағып жүрген Ерсұлтан Қалдыбеков қарымта гол соқты. Ерсұлтан ойынның 74-ші минутында Якоб Новактың орнына шыққан болатын.
шабуылға бірден араласты және қақпалындағы қарбаласта кәдімгі қайшылап теуіп өзінің премьер-лигадағы алғашқы голын соғып отыр. Ерсұлтан қазақ футболының ардагері, мерген шабуылшы Нұркен Мазбаевтың інісінің баласы екенін естеріңізге саламыз. Яғни отбасылық, әулеттік, мергендік дәстүрін қайта бастап жатса артық болмас деп ойлаймыз. Өйткені Ерсұлтанның бұл үлкен футболдағы алғашқы гол екенін естеріңізге салып өтейік. Жалпы ол өткен маусымда Тараздың сапында бірінші лигада 6 гол соққан, бірақ бұл енді жоғары лиганың жоғары деңгейдегі гол болып есептелмейтінін өздеріңіз білесіздер. Атырау мінезді команда екенін танытып отыр. Бұған дейін Елімаймен бірінші турда 0-0 есебімен тең ойнаған. Әзірше қарсыласқа жеңілмеген, қарсыласты жеңбеген осы біздің Атырау командасы болып тұр. 2 ойында да тең аяқтады. Бұдан кейінгі ойын әрине Тобыл мен Елімай. Мұнда да айтып өткеніміздей бір ойыншы алаңнан қуылды. Шаравания алаңнан қуылғаннан кейін Елімай кішкене еңсеттіктеп 2-2 есебімен пенальтиден теңестірген сияқты еді, бірақ ары қарай бәрібір орталық қорғаушының жоқтығы білінді. Бұл ойында ең қызығы Елімай командасы осы Індип Тамбе есімді ойыншы бірінші минут аяқталмай жатып гол соғып үлгерді. Яғни маусымдағы ең жылдам голды соқты. Өткен маусымда бірінші минутта гол соғылған жоқ болады. Сондықтан бұл да жаңалық ретінде қабылдасақ болады. Өткен маусымдағы ең жылдам голдар 1 минут 7 секунд, 1 минут 12 секунд шамасында соғылған еді. Сондықтан Індип Тамбе өзінің Қазақстан футболының тарихында атында қалдырып үлгерді десек болады. Әрине бұл жетістік өкінішке қарай Елімайға қызмет ете алған жоқ. Елімай жаңа 2-2 есебімен тең тұрған сәтте ары қарай Годберг Купер есімді италиялық шабуылшының болмас голын жіберіп алып, бұл жерде қорғаныстың мүлде шашылып түскен, тіпті түсінбей қалдық. Әдетте Андрей Карповичтің жетекшілігіндегі команда қорғаныста өте тасқып ойнайтын еді. Карповичтің өзі естеріңізде болса, артқы жартылай қорғаушы ретінде ойнаған кезінде, яғни ол қорғанысқа аса көңіл бөлетін бапкер ғой. Бірақ Годберг гол соққан сәтте, Годберг Купер гол соққан сәтте бүкіл қорғаныстың кәдімгідей қоңсы теріп кеткенін айтуымыз керек. Сондықтан өзі де ойын соңындағы баспасөз мәслихатында мойындады. Бұл жерде Елімайдың орталық қорғанысы, жалпы қорғаныс шебі жоғары лигаға, Қазақстан премьер-лигасына лайық өнер көрсеткен жоқ. Ал соңғы голды Тобыл сапында Еркін Тапалов соқты. Тапаловтың аса мерген ойыншы емес екенін білесіздер, шабуылға жиі араласпайтынын білесіздер. Бұл бар жоғы КПЛ-дағы 5-ші гол болып отыр. 2021 жылы Ақжайық сапында соңғы голын соққан екен. Содан бері 3,5 жылдан кейінгі алғашқы гол авторы атанып отыр. Және ең қызығы ойыннан кейін Тобылдың бас бапкері Чурчич осы 2 ойыншы бар. Бүгін негізгі ойынның үздік ойыншысы атануға лайық бірі Шахов, бірі осы Тапалов. Екеуі де айыбланың сыртынан гол соқты. Бірақ Еркін Тапалов Грекияға да осындай гол соқсын деп, оны қанаттандыру үшін матчтың үздік ойыншысы деген сыйлықты беріп отырмын деді. Қандай әдемі сөз, қандай әдемі айтқанда ишара десек болады. Егер шынында да осындайдан жігіттер қанаттанып ары қарай ұлттық құрамаға көмектесіп жатса, кәнекей. Ал Тобыл болса 2 ойында жеңіспен аяқтап, бұған дейін өздеріңіз білесіздер, Тұранды 2-0 есебімен жеңген болатын. Осылайша өзінің Тобыл аренасында ұпай жағалтқан жоқ. Әрине Елімайдан 2 гол жіберіп алу бұл команданың қорғанысында кәдік барын байқатады, бірақ Чурчич мұны да ақырындап реттейтін шығар. Ең бастысы осы ойында тағы да Тобыл футболының түлегі, Қостанай футболының түлегі Роман Асранқұлов капитан ретінде команданы ортаға бастап шықты. Одан бөлек Тобыл футболының түлектері жаңағы Бейбіт Ғалым, Жаслан Жұмашев сияқты ойыншылар төбе көрсеткен жоқ демек. Мелис Чурчичтің де ол жігіттерге артар кінәсі болуы мүмкін. Яғни жас жігіттер өздеріне қамшы баспай болмайды. Бұдан кейінгі матч әрине жеңіспен Шахтер. Енді жеңістің бірінші турда Астанаға қарсы жақсы ойнағанын білеміз, бірақ қорғанысында аздаған бір бейберекеттік болғанды айтып өткен едік. Енді бұл ойында 45 минутта Арып Мана есімді шабуылшы гол соқты да, жеңіс өзінің премьер-лигаға неше жылдан кейін оралғанда алғашқы жеңісін атап өтті. Шахтер да барын салды, бірақ Шахтер әзірше Қайсар екеуі чемпионаттың бас аутсайдері болып отыр. Бұл жерде әрине Шахтердің бас бапкері Игорь Салашенко бірінші турда ойнаған біраз ойыншыны, Айдос Тәттібаев бастаған біраз ойыншыны негізгі құрамнан алып тастап, Асприлияны, басқа да ойыншыларды негізгі құрамда шығарған екен. Енді кеншілердің жігіттері тырысып ақ жатыр, бірақ әзірше олардың да маусымға кіруі аса ауыр болып тұрған сияқты. Сондықтан құланның қасуына мылтықтың басуы деп жеңіс командасының дәл қазір кішкене әлсіздеу Шахтерді жеңуін бір заңдылық ретінде қарастырғанымыз жөн шығар. Бірақ жеңіс те алдағы уақытта ширай түспесе болмайды.
Соңғы матч Қайрат пен Тұран кездесуі Шымкенттегі Қажымұқан стадионында өтті. Бұл жердегі атап өтетін нәрсе, құрметті көрермен, Тұранның сапында 11 легионер шықты. Әрине, қақпашы Тимурбек Зәкіров өзіміздің отандасымыз ғой, Қазақстан азаматы ғой, бірақ оның Қырғызстанда туылғанын білеміз. Сондықтан жалпы біздің лимит мәселесіндегі жаны ауыртатын жағдай тағы да алдымыздан шыққан сияқты. Енді Тимурбек Зәкіров қазақ футболына еңбек сіңірді. Сол Шахтерде ойнады кезінде, Ордабасыда ойнады, Тұранда өткен маусым бірінші лигада өткізді. Енді өзіміздің азамат, бірақ дегенмен Зәкіровті есепке алған күннің өзінде 10 азамат бірдей легионер шығып отыр. Егер шынында да Түркістанда таланттар құрып қалды десек, Түркістан облысында бұл тіпті артық айтқанымыз болатын еді. Қазір өздеріңіз білесіздер, Тұран бар, Түркістан бар, Арыс бар, Қыран бар, Оңтүстік академиясының ойыншылары бар. Тіпті Ордабасыны қосқанда Жетісай деген команда бар. Сонда бір аймақтан 7 команда бар. Ал 7 команданың облыстың негізгі командасында өкінішке қарай қазақстандық ойыншылар ойнамаса, онда не болғаны? Осында ескеруіміз керек. Екінші таймда да қазақстандықтар шығып қатырған жоқ. Бірінші турда Санжар Сатанов ойнаған еді. Осы жолы Александр Соколенко да екінші турда төбе көрсетіп отыр. Демек Ринат Әлеуетов бастаған жігіттер кішкене ойлануға тиіс сияқты. Әлгі әкесін сабағанды көргенбіз, бірақ арбаға байлап қойып сабағанды бірінші рет көріп отырмыз деген жағдай осы шынында да. Легионер дегенді көргенбіз, бірақ 10 легионер немесе 11 легионердің алаңға шығуы бізге керек пе еді? Және ол нәтижеге жете алмайтын болса, ойынның соңында Қайрат басымдық танытып, кәдімгі дүркін шабуыл ұйымдастырған сәтте Тұранның ойыншылары әйтеуір доптан құтылып, сол 0-0 есебін ұстап қалуға тырысты. Егер құрамыңызда сіздің 10 легионер мықты болса, сіз оны мықты деп алсаңыз, осынша қорғанысқа сүйене ойнайтын болса, онда олардың орнына өзіміздің бір қазақстандық 10 жігітті шыдап беретін еді ғой, Қайраттың қарқынына. Міне осылай ойға қосқымыз келеді. Тұран енді чемпионаттағы алғашқы ұпайын алып отыр, ал Қайрат алғашқы ұпайын жоғалтып отыр. Қайратта үлкен мүмкіндіктер болған жоқ, дегенмен бұл команда Жоао Пауло мен Элдер Сантана бастап біраз әрекеттеніп көрді. Бұл жерде де Кекердің кішкене таңдауына дау айтқанымыз келеді. Бұл жерде әрине өткен жол қатты тілескен Лука Гадранинің орнына Әрсен Боранчи ойнады бұл жерде. Бірақ тағы да қазақстандықтар аз. Бар жоғы 5 қазақстандық ойыншы шықты. Өткен жолы 4-ақ қазақстандық ойыншы ойнаған. Одан бөлек екінші таймда Егор Ткаченконы ғана шығарды. Шверев қалып қойды, Сейдахмет қалып қойды, Ян Труфанов қалып қойды. Демек, бұл жігіттер осындай кезде әсіресе көктемнің футболында шыңдалмағанда қашан шыңдалады? Сондықтан Кекер мырзаға да жанкүйер ретіндегі өзіміздің дауымызды айтып қойсақ болады. Енді құрметті көрермен, жалпы әңгімені қорыта келген кезде қазір бізде 2 көшбасшы бар, Тобыл мен Астана. Олардың ізін ала Ордабасы келе жатыр. Қызылжар алғашқы ұпайын алды, 3 ұпайын алды дедік, Тұран алғашқы ұпайын алды дедік, Жеңіс алғашқы 3 ұпайын алды дедік. Бірақ бұл 2 тур әзірше толықтай картинаны беріп тұрған жоқ. Сондықтан алдағы уақытта осы ұлттық құраманың құдай қаласа сәтті табысты ойындарынан кейін командалар кәдімгі жер көгеріп, күн жылынғанда бұдан да жақсы футбол көрсетеді деп сенеміз. Және айтарымыз, Елхан Асановтың мергендері арасында суырылып шығып келе жатқанында көңілімізге ұнайды. Одан бөлек Ян Фараговский осы жолы гол соқты. Сондай-ақ Ерсұлтан Қалдыбековті атап өттік, және Тобылдың сапындағы гол соққан Тапаловты атап өттік. Яғни әр тур сайын шамамен 15-16 гол соғылса, соның 4-5-10 ғана қазақстандық футболшылар соғып жатыр. Бұл аз, тағы мойындауымыз керек, өте аз. Демек, біздің өзіміздің жігіттерде қамшы басуға тиіс, бермесі тартып алатындай болу керек. Менің несібемді неге басқа елден келген футболшылар алып кетеді деп қамшы басса, ертеңі олардың ұлттық құрамада ат ойлайтынына сеніміміз мол. Ұлттық құрама осы 8 наурызда жиналады. Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері Магомед Адиев мырза тікелей эфирде қандай ойыншыларға таңдау жасағанын айтты, және одан сіздер жан-жақты хабардарсыздар. Ең бастысы Дубайда, Біріккен Араб Әмірліктерінде басталатын оқу-жаттығу жиынында Қазақстан құрамасы Түркменстан құрамасымен жабық ойын өткізеді деген ақпарат бар. Яғни ол елде көрсетілмейді деген ақпарат бар. Ары қарай Грекияға таза дайындық жалғасады. Демек, ұлттық құрамаға да табыс тілейміз. Ең бастысы бірінші, екінші турдың қорытындысында ұлттық құраманың жігіттерінің бәрінің денсаулығы жақсы, бәрінің бабы да жақсы. Ал футбол шолушыларының бірі айтты осы жақында сөйлескенімізде. Ангелос Харистиас бар ма Грекияда? Жоқ.
Антониус Никополидис бар ма? Жоқ. Георгиос Самарас бар ма? Жоқ. Онда немеден қорқамыз керек еді? Яғни бұрынғы жұлдыздар деңгейіндегі ешбір ойыншы жоқ. Цимикастан қорықпаңдар, ол жақында ғана жарақатынан жазылды. Ливерпульдағы басқа ойыншылардың барлығы өзімізден келесі. Неге қорқамыз? Ендеше біз де сол пікірге ұйымыз, жігіттерге табыс тілейміз. Келесі ұлттық құрамаға қатысты шығарылымдарымызда бұл ақпаратты тағы да молынан айтып өтуге уәде береміз. Аман сау болыңыздар.